Мынау менің қолымдағы көзілдірік, кішкентай ұл балаларға арналған емдік көзілдірік. Оправасының бәрі графен материалынан жасалған. Графен материалы анион бөлінеді. Енді қазір мен сіздерге осы емдік көзілдіріктің ішінде қаншалықты анион бар екенін тексеретін боламын. Мұқият қараңыздар, оны тексеретін бізге мынау менің қолымдағы иона тестер аппараты. Қараңыздар, стартты басайын, ал кеттік, көрейік қаншалықты анион бар екен. Анион дегеніміз не? Анион дегеніміз ол ауадағы витаминдер десек болады. Осы анионның арқасында көздің қан айналымын жақсартып жатыр. Әрине, қан айналымы жақсарғаннан кейін құлақ, мұрын, көздегі қандай да бір ақаулықтар болатын болса, соларға көмегі өте күшті болып жатыр. 558 анион бар екен көзілдірікте. Ал енді мынау кішкентай қыз балаларға арналған көзілдірік. Осыны да тексеріп көрейік анионның. Көзде, қитар дейміз ғой, косоглазия. Соған өте жақсы бұл очкилер. Көз көп мөлшерде жыпылықтайтын болса, соны кетіреді. Компьютер, планшеттен қорғайды, және минус, плюс көздің коррекция жасап жақсы көмегін тигізіп жатыр. Мынау қыз баланың көзілдірігінде 558 анион бар екен. Енді менің мынау тағып жүрген көзілдірігімізді тексеріп өтейік. Қараңыздар, бұл көзілдірік үлкен адам, ер адам, әйел адам, жас өспірімге бәріне келе береді. Қан айналымы жақсарғандықтан глаукома, катаракта, минус, плюс зрение, осының бәріне жақсы көмектеседі. Бас аурулары, құлақ, мұрын. Қараңыздар, 668 анион бар. Енді бұны мен не үшін сіздерге тексеріп көрсетіп отырмын. Қазіргі кезде подделкалар өте көбейіп кетті. Сондықтан алатын кезде тек қана оригинал затты алыңыздар. Тексеріп, міне біздің Веда компаниясынан алатын болыңыздар. Ұрынып қалмаңыздар, сақ болыңыздар подделкасынан.